Аны қараңыздар, московский комсомолец дейді в Казахстане. Яғни мына жерде бұларды міндеттеп жазғызып осындай оқымайтын газеттеріне. Бұның ішінде Ресейдің саясаты көрдіңіздер ме? Полиция Ресейдің саясатымен жүргеннен кейін не болады? Қайдан қазақ боламыз, қайдан ұлт боламыз? Міне орыстың газетін, екеуі де орыстың газеті. Новое поколение, московский комсомолец. Осыны міндеттейді, жаңағы бюджет істейді ғой, көрдіңіздер ме? Бұны тоқтату керек, мынандай нәрсе, масқара ма? Міне, масқара. Новое поколение. Мына тоқтату керек. Біз тоқтатқанбыз жаңа Сарыөзек неде Қызылжарда сөйтіп ауылдың адамдарын жазғызады екен де, бұл. Но қаншалықты заңды міне газетке. Оқисыңдар ма өзің? Газетті айтамын. Комсомольский правда, не керек солар Ресейдің газеттері, а? Біз өзге алып келген емес, оған жаздырады, күштеп. Сен жазыласың дейді, айлығыңнан ұстап қалады. Болды, дұрыс па? Сұрамайды ғой, Ау. Қалай жаздырды? Сақшы деген. Сақшыға жазыласыңдар, е? Мынау не келіп тұр? Оны білмедім ау. Апар бурныйға тастай салу керек, қатыр білмейді екен оны. Бұл бара жүреді, мынаусы ғана ал. Жоқ, мұнеке. Күнде әкеп тұрады ғой? Күнде әкеледі, мия 16 количество 10 дейді міне. Міне 20, 40 неге қатысы бар ма? Жоқ, бұл бұқаралық ақпарат деген халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп айтқан ғой Ахмет Байтұрсынов. Бұл осы арқылы зомби жасайды бұлардан бар ғой, түсінесіздер ме? Бұны оқыған адам Ресейдің саясатын қолдайды. Ресейдің несі деп айтса, тәжірибе жаңағы сақшылары бұлардың несімен деп абырай, вообще оған қатысы жоқ, московский не дегенге білмеді өзім. Комсомол ғой бұлар бұрынғы. Бәрі бойынша да жаңағы ішкі істер саясат қақты? Вот ішкі саясатты әкеп көрсету керек мұнан. Не сұмдық мынау, е? Қалай түсіндіреді екен? Түсіндіре алмайды оны. Орыстың газетін қақтады. Мен түсінер едім, егер бұл Ресейдің сақшы деген газет сияқты бір нәрсе деген болып, бұлар біз тәжірибе алмасып жатырмыз дегенге келеді. Ал бірақтан московский комсомолец дегенде қандай ниетпен жаздырып алып, қандай ниетпен оқытып жатқандарын. Московский комсомолец Қазақстан. Московский қанша месап келеді? Не, 20, 40, 50, 60 дана осы жерде күнделікті келеді. Бұл миллиардтаған ақша ғой, миллиондаған. Бюджеттің ақшасы, халықтың ақшасын осылай тонап жатыр. 20 адамға сонда келіп тұр ғой.